Танымал әнші әрі рэп орындаушы, қалың көпшілікке Сеймо лақабатымен танымал Мөлдір Есенбек Қырғызстанда сахнаға шығып өнер көрсетуден бас тартты. 15 шілде күні Ыстықкөлдің жағасында Сеймоның қатысуымен концерт өту керек болатын. Сеймо іс-шараны жарнамалағандықтан концертте өнер көрсетіп, оған қоса көрермендер арасында Дубайға жолдама ойнатылуы керек еді. Аталмыш концерт билетінің құны 3 пен 8 мың сом аралығында. Яғни теңгемен шаққанда 15 пен 40 мың теңгенің арасы. Болған жағдайға қатысты көрерменнің бірі наразылық білдірді. Концертте Сеймо өнер көрсеткен жоқ, Дубайға жолдаманы да ойнатқан жоқ. Біз 3 мың сомға 4 билет, 6 мың сомға 1 билет сатып алдық. Барлығы Сеймоны көру үшін келді. Адамдар Бішкектен және Ош қаласынан келді. Welcome Drink, Fire шоусында ойын-сауық болады деп уәде еткен. Ол да жоқ. Соңында ұйымдастырушылар жарықты өшіріп қашып кетті. Бұл халықаралық деңгейдегі алаяқтық. Концертті 2 ай жарнамалады дейді Айым Сыртбаева. Концертті ұйымдастырушылар заңгерлер арқылы билеттің ақшасының тек 10% ғана қайтаратынын айтқан. Ұйымдастырушылар концерттің 30% ғана ақтады. Біз ақшамыздың 50% қайтаруын талап етеміз. Бірақ бізге ол үшін Чолпан атаға барып арыз жазуды ұсынып отыр. Мұның бәрі бізге шығын ғой, дейді көрермен. Әншінің өзі де көршілес елдегі жанжалға қатысты мәлімдеме жасады. Айтуынша, іс-шараны ұйымдастырушылар өнер иесіне тиісті гонорарды толық төлемеген. Сол себепті ол сахнаға шығудан бас тартқан. Ыстықкөлдегі концерт болмайды. Біріншіден, олар гонорардың ақшасын толық төлеген жоқ. Мен жарты ақшаға да тегінде өнер көрсетпеймін. Екіншіден, ұйымдастырушылар әншінің жатын орны мен күзетіне қатысты талабын орындаған жоқ. Олар салғырттық танытты. Тіпті қонақ үйдің ақшасын төлемеген дейді Сеймо. Концерттің ұйымдастырушысы Жібек Мұқтарбекова да өз шындығын айтты. Олар өз міндетінің 80%-ын орындағандықтан, егер көрермендер Чолпан атаға барып арыз жазған жағдайда ақшаның 30%-ын қайтарып беретінін айтқан. Әнші сахнаға шығуына 15 минут қалғанда бәрінен бас тартты. Түн жарымда 1,5 миллион теңге беруімді талап етті. Мен Ыстықкөлде түн ортасында ондай ақшаны таба алмас едім. Біз оған аталған соманы соммен, доллармен бере алатынымызды айттық, бірақ ол келіспеді. Оның үстіне Сеймо Ыстықкөлге 4 адам болып отбасымен келген екен. Біз концерт болатын күнге қарап 14 пен 16 шілде аралығында олардың жатын орнын төлеп бердік. Бірақ ол демалыс күндерді 19 шілдеге дейін ұзартуын талап етті. Қонақ үйдің бір күндік құны 380 мың доллар. Әлбетте, мен олай жасай алмаймын. Сол себепті ол сахнаға шығудан бас тартты дейді Жібек Мұқтарбекова.